сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Осы пинода қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай өзгерістер болып жатыр, соны түсіндірейін. Қазірде бізде адрес енгізетіндер жойылып кетті. Мен пинодаға кірген кезде қазір мен соңғы версияның қандай екенін көрсетіп жіберсем, мына адам шаның үстіне басқан кезде астында мына жерде настройка тұрады, көрдіңіздер ме? Осы настройка кіріп қазір көрсетсем мына жерде көрінеді, мына жерде мынандай қызыл болып тұрса, осыған кіріп обновление жасап алыңыздар. Қазір менде 6.85 болып тұр версиясы. Соңғы версияға дейін обновление жасап алсаңыздар болады. Қазір мен мынаны басып обновление жасаймын. Сіздерде де осындай қызыл болып обновление сұрап тұрса, соңғы версияға дейін, яғни қызыл кеткенге дейін обновление жасап алыңыздар. Яғни пиндодоның ешқандай ошибкасыз дұрыс жұмыс жасау үшін. Қазір жүктеліп жатыр. Жүктеліп болғанша видеоны тоқтата тұрайын. Жүктелген кезде қалай установка жасау керек екенін көрсетемін. Міне осылай обновление жасау керек деп шығады өзі, установка болғаннан кейін. Яғни жүктеліп болғаннан кейін осындай всплывающий окно шығады. Обновить дегенді басып обновление жасаймыз. Обновление жасаймыз. Ештеңені баспаймыз, күте тұрамыз. Өстіп Google защитадан шығуы мүмкін. Проверить это деп шығамыз. Күте тұрамыз. Міне уже Pindodo сайты жабылды. Қазір обновление версиясы ашылады. Ашамыз. Міне уже дайын болды. Открыть деп басамыз. Сосын жерде көрінеді, мына жерде иконкасы өзгерді. 12-12 дегенге, яғни алдымызда декабрьдің 12-сіне болатын акция болады ғой. Соған байланысты соның иконкасы уже өзгерді. Болды, енді мына жерде открыть деп басамыз. Енді бізде соңғы версияға дейін обновление жасалды. Қазір қандай версия екенін көрсетейік. Мына адам шаңын үстіне басамыз. Бұл жерде мына настройкаға кіреміз. Ең астына түсеміз. Мына жерде уже қызыл деген жаңағы қызылша ереуілдіктің жазылуы өшіріп кетті, көрдіңіздер? Жоқ. Осы жерде басып көреміз. Міне бізде ең соңғы версия міне 6.86. Мына жерде қызыл болу керек еді, көрдіңіздер? Ешқандай қызыл жоқ мына жерде. Сізде қызыл болып тұрса, осы жерде басып обновление жасайсыздар. Қазірше бүгінгі күнге дейін, 86-ға дейін жаңарған. Осы версияға дейін обновление жасап алыңыздар. Яғни бұл жерде обновление жасау деген сөз, көп адамдарды картаның төленбей қалуы, сондай бір ошибкалар шығады. Сондай ошибкалар барынша болмас үшін осы соңғы версияны күнде кіріп тексеріп отыру керек. Обновление шықса, осылай басып обновление жасау керек. Артта қайтамыз. Так, сіздерге көрсетейін деген жер мына жеке кабинетте бізде не жоғалды, байқадыңыздар ма? Мысалы, мына жерде біраз кнопкалар тұратын еді. Солардың біраз жойылып кеткен, көрдіңіздер ме? Қараңыздар, не жоғалды? Бұл жерде адрес енгізетін жер жоғалды. Ең басты маңызды кнопканың біреуі адрес енгізетін жері. Ол адрес енгізетін жер осы жерде тұрыпты негізі. Қай жерде екенін көпшілік адам таба алмай маған хабарласып отыр да. Соны сіздерге көрсетейін деген. Бұл жерде мына жерде тұр ғой. Мырза деп тұр ғой мына. Осының астында тұр мына жерде. Мына кнопка адрес енгізетін жер. Міне көрдіңіздер ме? Осыны басып адрес енгізесіздер. Мына жерде біраз кнопкалар жойылып кетті. Бұл жерде бұрын қандай кнопка болғанын осы видеоға скриншот жасап қоямын, сонымен салыстырсаңыздар болады. Қазір осы 5 кнопка қалған. Бұл жерде маңызды мына техподдержка мен настройка болса болды бізге ең керегі. Бұл жерде тағы мына кнопкалар білесіздер. Бұл купон, мынау корзина, мынау жаңағы тіркелген магазиндер, подписаться еткен. Мынау историяңыз, жаңа кіріп шыққан. Қай магазинге кіріп шықтыңыз, қандай тауарларды көрдіңіз, сол тұрады. Мына жерде возврат. Не возврат жасадыңыз, сол возвраттың санын көрсетіп тұрады осы жерде. Қалған мына кнопкалар қатты маңызды емес. Қазірде көпшілік адам хабарласып отырды маған. Мына ссылканы жіберсек, маған тегін береді екен осы товарды деген. Ол товарды аламын деп уақыттарыңызды босқа кетірмей қойсаңыздар, Pindodo сайтында оңайлықпен тегінге берілетін заттар жоқ. Сондықтан оған босқа уақытыңызды кетірмей қойсаңыздар болады. Мен жаңа кнопканы басып көрсетейін. Мына жерде тұрады адрестер. Адрес енгізетін болсаңыз, осы жерге енгізесіздер. Мынаны басамыз. Мен басқан кезде міне адрестеріңіздің барлығы осы жерде тұрады. Көрдіңіздер? Новыйдан каргоны адресін енгіземін десеңіздер, мына астындағы қытайша кнопканы басып
бассаңыздар сосын мына жерге енгізе бересіздер. жауап басайын. Егер Қазақстан адресін енгіземін десеңіздер мынаны жазасыздар. Болды, осылай осы жердегі кнопканы сіздерге түсіндірейін деген. Көпшілік адам жазып қай жаққа кетіп қалды, енді Қазақстанға заказ бере алмаймыз ба деп сұрап жатыр да, каргоны енгізе аламыз ба деп. Мына осы жерді бассаңыздар, осы жерден енгізіп ары қарай тапсырыс бере берсеңіздер болады. Солай достар, ұнаған болса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер видеоны, барынша адамдар көрсін. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.